Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай шпинаттан блини жасаймыз. Өте керемет болып шығады. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен шпинатымызды тазалап, тұзды сумен жуып аламыз. Одан кейін блендерге салып, жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, айранымызға пищевая сода салып, екеуін жақсылап араластырып, үстіне құямыз. Одан кейін азырақ тұз саламыз. Кейін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін жасыл гречка ұнынан менде 1 ас қасық салдым. Бұны салмасаңыздар да болады. Одан кейін күріш ұнынан саламыз. Жасыл гречка ұны болмаса, оны салмай тек қана күріш ұнын қолдансаңыздар болады. Барлығын жақсылап түйіршік қалмайтындай араластырып аламыз. Кішкене ғана сармай қосып жібереміз. Басында бір-екеуі осылай жабысып жыртылуы мүмкін, бірақ одан кейінгілері жақсы шығады. Шпинатный блини бұл глютенсіз блини. Бұны таңғы асқа, көбінесе нанның орнына жесеңіздер өте пайдалы. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.